Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге өте дәмді, сочный, мощный мантының рецептін ұсынамын. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Бірінші кезекте осылай қамырын илеп дайындап аламыз. Қамырымыздың июі қанып, әдем болып тұрады. Сол себепті бірінші кезекте қамырымызды дайындап алатын боламыз. 2 зуала қамыр иледім мен бұл жерде. 2 пиала су, 2 жұмыртқа салып, тұз салып қамырымызды илеп аламыз. Содан соң осылай фаршымыз дайындап аламыз, яғни салмасына пияз, фарш, картошка турап дайындайтын боламыз. Мен бұл жерде картошка қостым. Егер сіздер қалауларыңызға байланысты қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Осылай турап немесе теркадан өткізіп алсаңыздар да болады. Міне осылай барлығын турап болғаннан соң дәміне қарай осылай зіра, тұз, бұрыш салатын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Міне осымен дайын салмасы. Енді кезекте қамырымызды жайып дайындап алатын боламыз. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп алдым. Содан соң осылай әдемелеп, дөңгелектеп жаятын боламыз. Каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне осыдан соң қамырымызды бөліктерге бөлеміз. 4 бұрышты етіп, түйеге ыңғайлап, орташа көлемде етіп кесіп аламыз. Қамырымыз орташа көлемде етіп жаямыз. Шлейк қатты жұқа болып кетуге де болмайды. Қалың қылып жіберсеңіздер де тағы болмайды. Сол себепті өте әдемі жұқа етіп, орташа көлемде етіп жаятын боламыз. Содан соң салмасын салып, барлығын осылай түйіп алатын боламыз. Міне осылай видеода көрсетілгендей барлығын осылай түйіп шығатын боламыз. Әрине салмасына қалауларыңыз бойынша дайындасаңыздар болады. Картошканы қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Біреулер капуста қосылған түрін ұнатады. Сол себепті салмасына әртүрлі етіп дайындай берсеңіздер болады. Капустаны салсаңыздар сулы болады кішкене. Сол себепті әрине өз қалауларыңызға байланысты салмасын әртүрлі етіп дайындасаңыздар болады. Картоп пен капустаны қоссаңыздар да болады, немесе құр ет пен пиязды істесеңіздер де болады әрине. Мен осылай көбінесе картошканы қосып дайындағанды ұнатамын. Осылай мантыларымыздың барлығын түйіп болғаннан соң листімізді майлап, мантыларымызды жинап шығатын боламыз. Содан соң міндетті түрде үстіне де май жағасыздар. Сол кезде манты әдем болып шығады. Сол себептен майлауды ұмытпаңыздар.
міне осылай барлығын жинап шығамыз. Менде осы 2 зуаладан 4 лист манты шығады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, қазақша арнаның дамуына сіз де өз үлесіңізді қосып, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне осылай барлығын жайғастырып болғаннан соң 45 минутқа газге қатты отқа қойып қоямыз. Осымен тамағымыз дайын, ас болсын.